Ассаламалейкум достар, қалдеріңіз қалай? Біздерге Opel Astra автокөлігі келді. Оларда айтты, простой газ оталмайды дейді. Простой газбен оталады, бензинмен оталмайды, оталады өшіп қалады дейді. Біздер тексере келе иммобилайзердің ақау шыққанын көрдік. Бұның ішінде бір замакания пайда болған. Енді бұл қатты қымбат болмағандықтан біздер авторазбордан мінекей новыйын алдырдық. Бай айтқанда бұл ғой. Соны алдырдық. Енді соның ішіндегі пин-кодты қалай алып жатырық сіздерге көрсетем. Сіздер мына видеоны қарап кетіңіздер. Сіз болмаса сіздің бір туысқаныңызға пайдасы тиіп қалар. Содан ары қарай мен көрсетемін қалай не істеп жасап жатқанымды. Өсіп бір мектепте жүріп қасқағым, бар қызығын бал күндерді ұмытпас жаным. Бала шақтан болашаққа бірге аттанған, көргеніме қуаныштымын сыныптастарым, құрбыларым қайда. Мінекей біздер осыны буын әкелгеннен кейін ішін ашып, енді арнайы программатормен мынаның ішіндегі тұрған пин-кодты аламыз. Пин-кодқа біздерге арнайы адаптер керек тоже. Бұйырса саламызда пин-кодты көріп беріп прошивка жасайтын боламыз. Өйткені пин-код сіз чип прошивка жасай алмаймыз. Енді достар, дәлші кеттік. Мінекей иммобилайзерін алып арнайы адаптерға салдық. Мінекей достар, көрінсе. Енді біздер так оқитын боламыз. Оқып, мінекей достар, оқып аламыз. Мінекей оқыды достар, енді біздер арнайы тетікше бар. Содан пин-кодты алатын боламыз. Мінекей достар, пин-код шықты. Енді осы пин-код арқылы чипті привязка жасайтын боламыз. Сол кезде көлік оталады. Так, мінекей жаңа иммобилайзердің пин-кодын шығарған болатынбыз. Енді біздер иммобилайзермен ебуді, мысал үшін достастыру үшін бір жарты беріп ортасына мыналарды басқа жақтан алып бөлгендіктен екеуіне бір жарты беріп достастыруымыз. Так, в общем, болдық. Вариант китайский ішіне чип сыймады, сосын алдында мынарда өздерінің қалтасы бар. Соған тықтым. Енді бірге оталтырайық. Бұл маған келген кезде, мынада чекті ашқан кезде чек маргайттап кететін, чипті оқымағандықтан. Енді бұйырса болды. Оталды, әдемі, четкий, мощный. Четкий сепір. Программатор X-Force. Так, в общем, болдық. Бұл Opel. Бірақ қиынаты шын айтайын, қанмен бастап едім, кеште зорға бітірдім. Бұлай жолдармен келіп оталдым. Басқа вариант болмады. Өйткені бір күшті не то. Сөйтіп қараса мұнда аз көрсетейін, кезінде өртенген екен. Сіздерге көріне ме, көрінбей ме, білмеймін. Өйткені көлік өртенген көлік болып шықты. Сонымен менің басымды қатырып кетті. Жарайды, енді шығардық. Болды. Айтып, бетіп шығардық. Құдай қаласа көлік иесіне тапсырып, мани-манimызды алып қаламыз. Әрдайым сіздердің көліктеріңіз сіздерді далада қалдырмасын. Телефон нөмірі 775-881-1116. WhatsApp-қа жазсаңыздар толық мәлімет қолдан келгенше беремін. Аман жүрейік әрдайым.